Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз түріктердің қуырдағын дайындаймыз. Дәмі өте ерекше болып шығады екен. Алдымен видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бірінші бізге бауыр қажет болады. Менде бұл жерде сиырдың бауыры. Бұны біз орташа көлемде турап аламыз. Содан соң бауырымыз батып тұратындай салқын сүтті үстіне құятын боламыз. Және де 1-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бұл жерде сүт бауырдың дәмін алады өзіне. Сол себепті осылай маринадтап батырып қоятын боламыз. Енді біз картоптарымызды турап, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Енді осы туралған картоптарымызды қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Картопымыздың түсі қанық, әдемі болып шығуы үшін дәл осылай қызартып қуырып алатын боламыз. Енді біз подливкамызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге пияз қажет болады. Пиязды дәл осылай етіп турап алып, бір тіше сарымсағымызды теркадан өткізіп, және де тұз, бұрыш, кез келген дәмдеуіштерімізді пайдаланып, менде листья жапырағы болмады, сол себепті оны қоспадым. Листья жапырағын қоссаңыздар, дәмі өте ерекше, сондай бір дәм беріп тұрады. Осы құрамдардың бәрін қосып болған соң жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл подливка қуырдақ үшін өте сондай маңызды рөл атқарады, өйткені біз картопқа да, бауырға да ешқандай тұз, бұрыш салмағандықтан дәмін келтіретін осы подливка. Енді біз сүтте тұрған бауырымызды бөлек алып, оны ұнға салып былғап алатын боламыз. Және де қызып тұрған майға бұны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей бізде бәрі дайын болды. Енді біз бұларды бір табаққа салып, және де дайындаған подливкамызды үстіне салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей бізде осындай болып шықты. Дәмі өте керемет болып шығады екен. Бір жасағаннан менде бәрі ойдағыдай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.